Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің аспаздық миссиямыз тамаша батон нан жасау. Келіңіздер, бірге наубайхана атмосферасына еніп, жаңа піскен нанның керемет дәмі мен хош иісінің құпияларын ашайық. Батон нанды міндетті түрде мен жасаған рецептпен және менің тәсіліммен жасап көріңіздер. Ол осындай өте жұмсақ болып шығады. Ыдысқа жылы сүтті құйып және еріген сары майды қосамыз. Бұл біздің дәмді және нәзік бөлке нанымыздың негізін жасайды. Ингредиенттерді сүйіспеншілікпен және мұқият араластыруды жалғастырамыз. Енді қамырымызға дәм берейік. Тепе-теңдік үшін аздап тұз және нәзіктік пен сәл тәтті болу үшін біз қант қосамыз. Барлығын біріктіріп араластырамыз. Енді бірте-бірте ұнды қосып, оны қамырға саламыз. Ұнды еліктен өткізе отырып илейміз. Осы процесс, бұл ингредиенттер біздің бөлке нанымыз үшін керемет қамырға айналатын сәт. Бастапқы қосылымды жасау үшін венчикті пайдаланамыз. Сосын лопаткамен араластырамыз. Содан кейін қажетті консистенцияға қол жеткізу үшін қолмен илейміз. Бұл маңызды процесс біздің қамырымызға дәмді бөлке нан үшін тамаша негіз болуға көмектеседі. Қамырымызды иін қандырып жақсылап илейміз. Енді ыдысты майлап, үстіне қамырды саламыз да бетін жауып 2 сағатқа көтерілу үшін қалдырамыз. Осы уақыт ішінде қамыр 2 есе ұлғаяды. Бұл біздің болашақ бөлке нанымызға жұмсақтық пен дәм береді. 2 сағаттан кейін қамырды аламыз. Ол осылай көтеріледі. Енді біз дәмді бөлке нанымызды жасаудың келесі кезеңіне өтуге дайынбыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, жайып бастаймыз. Әр бөлікті ұзын орамдар жасап, болашақ нанымызға қажетті форманы береміз. Біз қамырды осылай жаямыз. Қалыңдығы осындай болу керек. Енді шетінен бастап ораймыз. Ораған сайын біз осылай видеодағыдай басып отырамыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Сонда ол піскеннен кейін әдемі көрінеді және өзінің пішінін сақтап тұрады. Соңғы шетін барынша бір-біріне біріктіреміз, ашылып кетпеу үшін, және 2 шетін ішіне қарата дәл видеодағыдай жасаймыз. Дайын қамырды противеньге қойып, оларды пищевой пленкамен бетін жабамыз. Көтерілу үшін 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Бұл кезең олардың пішіні мен талғампаз дәмін алуға көмектеседі. Егер сіз ауа температурасында көтергенін қаласаңыз, онда көп уақыт алады. Мен пешке қыздыртып алдым. Бірақ мен пешті қыздыртып, содан кейін өшіріп, жылы жерде оны тез көтерілу үшін жылы жерге қойдым. Батонымыз піскеннен кейін әдемі көрініс және кішкене дәм беру үшін біз помадка жасаймыз. Помадкаға 1 ас қасық сметана және 1 ас қасық сүт қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және ол қазір кішкене сұйықтау болады, бірақ та біз оны 1 сағатқа холодильникке қоямыз. Мінекей 20 минут өтті. Біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді бетіндегі пленкасын алып, өткір пышақпен немесе алмазбен кесеміз. Ол көрініс үшін ғана. Бұл пісіру кезінде нандардың біркелкі көтерілуіне көмектеседі. Батонның өзіне тан сыртқы түрін береді. Нағыз аспаздық шедеврге дайын болайық. Помадканы жағу барысында біз пешті 180 градусқа қыздырып қоямыз. Жарқыраған дәмді көріну үшін помадканы қамырдың үстіне жағамыз. Бұл нандарыңызға тартымды және керемет дәм береді. Енді алдын ала қыздырылған пешке салып, пісіру процесін тамашалаймыз. Достар, біздің батон нандарымыз дәм татуға дайын. Балғындық пен керемет дәмнің иісі біздің аспаздық шығармашылығымыздың жемісі. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Біздің батон нанды пісіру процесі сізге ұнады деп үміттенемін. Егер сізде
ұнаса лайк басып арнаға жазылуды және нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.